Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Пиццериядағыдай нағыз болонеза пиццасының жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды, қант пен тұзымызды салып, жақсылап ерітіп алатын боламыз. Дрожж бен сұйық майымызды құйып, бір араластырып аламыз да, ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап араластырып аламыз. Яғни бізге көзге қатты қамыр болып көрінгенімен, ол бізде 1-1,5 сағат тұрып ашығаннан кейін жұмсақ нәзік қамыр шығады. Одан кейін соус дайындаймыз. Яғни біз томатный соус дайындаймыз. Осындай томатымыздан 4 ас қасық салатын боламыз. Одан кейін жарты чайный ложка тұзымызды салып, сосын осындай орегано приправасы қажет болады. Бұл кез келген жерден табылады. Одан да 1 немесе жарты чайный ложка саламыз да, одан кейін үстіне 10 ас қасық суымызды құямыз. Бізде осындай сұйықтық пайда болуы қажет. Одан кейін бір пиязымызды осылай майға қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін осындай фаршымызды салып, тұз сүйіп пісіріп аламыз. Одан кейін уже міне біздің қамырымыз 1-1,5 сағат ашыды. Яғни бізде бұл бір тестадан бізде 2 пицца шығады. Осылайынан тағы да 2-ге бөліп, пакетімізге салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Яғни өзінің бойына қамырымыз алуы қажет. Одан кейін уже міне бізде 10 минуттай тұрды. Одан кейін міне жақсылап негізі қамыр жабысқақ болып жатса, мен сияқты осылайынан май жағып алсаңыздар болады. Сонда жұп-жұқа болып, әдемі болып жайылатын болады. Мен осылайынан жұқа қылып жайып алып, осындай противке салып алдым. Сосын осылайынан шеттерін қайырсаңыздар да болады. Мен осылайынан қайырдым. Бір келкетіп қайырсаңыздар тіпті керемет. Одан кейін осылайынан вилкамен тесіп аламыз, себебі бізде ортасы ісіп кетпеуі қажет. Тесіп алғаннан кейін осылайынан соусымызды жағамыз. Соусымызды жағып, жақсылап жаққаннан кейін астына бірінші пиццамызды міндетті түрде сырды саламыз. Сыр салғаннан кейін барып бетіне бір келкі етіп фаршымызды жаңағы жайып алатын боламыз. Жақсылап бір келкі етіп, одан кейін 180 градуста 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің пиццамыз дайын. Сіздер жасап көріңіздер. Ас болсын.